Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақта кім жоқ? Енді сабақта ұлы Ержан. Алтай, ұлы Ержан. Өте жақсы. Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын екі топқа бөлініп алайық. Тақтаға назар аударып қарасаңдар, қазағымыздың ұлттық қазақ үйіміздің шаңырағы тұр. Бұл шаңырақта уықтар бар екенін жақсы білеміз. Осы уықтарда топтарға бөлінесіңдер. Бірінші және екінші топ деп жазылып тұр. Бірінші топты алғандарымыз Ақжайық тобына, екінші топты алғандарымыз Бозорда тобына келіп жайғасамыз. Жақсы. Бірінші топты алғандарымыз Ақжайыққа, екінші топ алғандарымыз Бозорда тобына отырамыз. Өте жақсы. Отырдық па? Бірінші топ, екінші топ отырдық, Өте жақсы, тамаша. Енді сабағымызды бастамас бұрын өзімізді көңіл күйімізді көтеріп алайық, Соғылады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, жан-жаққа көз тастаймыз. Жаңа білім алуға алға қадам жасаймыз. Өте жақсы, тамаша. Көңіл күйімізді керемет көтеріп алдық. Енді балалар, бізді алдыңғы сабақта қандай тақырыпты өттік? Димаш? Доспамбет жыраудың қоғалы көлдер қонушылар толғауын өттік. Жақсы. Яғни біз алдыңғы сабағымызда Доспамбет жыраудың өмірі мен шығармашылығы, қоғалы көлдер қонушылар толғауын толықтай өтіп болған болатынбыз. Енді сол өткен тақырыпты сұрыптау мақсатында алтын сақа ойынымен қазір сұрыптап өтеміз. Енді сендерді бүгінгі сабақта қалай бағалаймыз? Алдарында берілген уықтар арқылы көрдіңіз ғой, шаңырағымыздың уықтары беріліп тұр. Осы жерге үстіңгі жағына әркім өздерінің аттарыңды, есімдеріңді жазасыңдар да, әрбір жауап берген бір сұраққа бір ұпайдан көтеріп отырасыңдар. Түсінікті ме? Жақсы. Жазып болсақ, толықтай дайын болайық, Болды па? Енді тақтаға назар аударайық. Жақсы. Өте жақсы, тамаша. Болды, Жақсы, тамаша. Енді тақтаға назар аударайық. Бұл жерде сендерге өткен тақырып бойынша 8 сұрақ берілген. Мұқият қарайық. Бірінші сұрақ. Доспамбет жыраудың туған жері. Айбибі? Доспамбет жырау 15 ғасырдың 90-шы жылдарында Азау қаласында дүниеге келген. Өте жақсы, 80 жерге. Доспамбет жырау 15 ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Азау қаласында дүниеге келген екен. Жақсы, тамаша. Бір ұпай өзіңе қосып отырасың, Келесі. Доспамбет жырау өмір сүрген ғасыр. Доспамбет жырау 15-16 ғасырларда өмір сүрген. Өте жақсы, тексеріп жүрейік. Дұрыс па? Жақсы. Келесі сұрақ. Доспамбет жыраудың жерленген жері. Ботагөз? Доспамбет жыраудың жерленген жері 1523 жылы Астрахан қаласында қаза табады. Жақсы, түбінде қысқасы. Келесі сұрақ. Үзіндінің тақырыбын анықтап, торы төбел ат мініп, той тойлаған өкінбес, құрама шапшаң көп қымыз, күйіп ішкен өкінбес. Нұрған? Шығарманаты арман. Жақсы. Бұл үзіндінің де тақырыбы арман. Жақсы. Келесі сұрақ. Бір ұпайдан қосып отырамыз. Суретте жырда қай үзінді сипатталған? Суретте. Еркежан. Суретте қоғалы көлдер қонушылар қоныстан қонған өкінбес. Жақсы. Дұрыс, Жақсы. Келесі сұраққа қарайық. Тармақ басында дауыссыз дыбыстардың қайталануы тармақ басында
Еркежан. Аллитерация. Аллитерация деп атаймыз, иә, дауыс дыбыстарын пайдалану. Жақсы, келесі. Тоғалы көлдер қомсулар толғауындағы лирикалық қаһарман кім? Бетегелі сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес дейді. Дидар. Иә? Ой, Мақсат деген. Ақынның өзі. Ақынның өзі. Келесі. Үзіндіде лирикалық кейіпкердің қандай сезім сипатталған? Екі арыстан жауға шапса, оқ қылқандай шаншылса, бетегелі сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес Нұрлан. Жерге сүйіспеншілігі. Жерге деген сүйіспеншілігі екен, өте жақсы. Және сұраққа жауап берген бәріміз бір ұпайдан өзімізге қоямыз, иә. Енді Доспамбет жыраудың қоғалы көлдер қомсулар толғауында туған жерге деген сағынышы, елге деген сүйіспеншілігі, батырлық рухтың жаңа аңсағаны көрінеді, иә? Сол жерге бізде туған жерге деген адал болуды идеясын көркем тілмемізге не істейді екен? Көркемдеп, жазып, ұрпаққа үлгі ретінде қалдырып кеткен екен, иә? Оны біз жаңағы толғауларында бізге қалдырған үлгі мұра деп біледі екенбіз, иә? Жақсы. Енді біз тақтаға назар аударайық. Біз не көріп тұрмыз? Қазақстан Республикасының физикалық картасын көріп тұрмыз, иә? Енді бұл жерден біз Жайық өзенін тауып көрейікші, Жайық өзені. Иә, Димаш келеді. Жайық өзені Ресейден басталып, Батыс Қазақстан облысына келіп, Каспий ойпатынан ағып, Каспий теңізіне құяды. Өте жақсы. Қай жерден басталады екен Жайық өзені? Ресейден басталып, құяды екен. Өте жақсы. Жайық өзені туралы біз тағы қандай мәліметтер білеміз? Иә, кім бар? Европа мен Азияның ортасында орналасқан өзен. Өте жақсы. Тағы қандай мәліметтер Заужан? Жалпы ұзындығы 2428 км. Өте жақсы. Тағы қандай мәліметтер болса? Бұл өзен өте ірі өзендердің бірі, иә? Жақсы, Айша. Су құйылатын алабының ауданы 237 мың километр квадрат. Өте жақсы, иә? Ботагөз. Қазақстандағы ең ірі өзен. Ең ірі өзен деп айттық, иә? Жақсы, тағы. Жайық өзені Каспий теңізінің алабында жатады. Иә, жақсы. Ал енді бұл өзен, иә, Ислам? Қазақстандағы ұзындығы 1084 километр. Иә, квадрат, иә? Жақсы. Енді бұл өзен бізді қай жырауларда кезігеді? Қозы жырында, Махамбет жырларында кездеседі екен, өлеңдерінде кездесіп жатады. Енді барлығымыз тақтаға назар аударайық. Бекболат Тілеуханның және толғауын тыңдап өтейік, иә? Толғауда Жайық өзені туралы айтылды, иә? Сонда бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжап көрейікші. Иә? Бүгінгі сабағымыз тақырыбы Айбебі. Доспамбет жыраудың айналайын Ақжайық толғауы. Айналайын Ақжайық толғауы екен, иә? Енді сабағымызды бастамас бұрын мен мынандай сөзбен бастағым келіп тұр. Хан апамыздың сөзімен бастағым келіп тұр, иә? Мен асыл ойдың сабағы. Бала әр сабаққа ойланып келіп, сабақтан ойланып кетуі керек. Ойсыз өткен сабақ, бос, өнімсіз сабақ. Не істеу керек дейді оқушылар?
Иә, бос өткен сабақ ол өнімсіз сабақ екен. Жақсы, дәптеріңізді ашып жолыңызды жазайық. Қазанның 15-і Доспамбет жырау айналайын анықтайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты әдеби шығармада көзделген әлеуметтік қоғамдық мәселе идеясын түсіндіру, шығармада көркем ауыстыруларды, көркемдік шықпауларды анықтау. Яғни сендер не істейсіңдер бұл сабақта? Әлеуметтік қоғамдық мәселе идеясын түсіндіресіңдер және көркемдегі шықпауларды анықтайсыңдар. Жаздық па? Иә. Жақсы. Енді бүгінгі біздің сабағымыз жаңа Хан апамыздың ой тастау, ойланту, ойлау технологиясы арқылы өтеді. Енді толғаумен таныспас бұрын бұл толғауда не толғанады деп ойлайсыңдар? Соны ойланып көрейікші. Жыр ғалымдарын, жыраулар поэзиясының ғалымдары зерттеуші ғалымдарының бірі Мұхтар Мағауин өзінің қобыз сарыны деген еңбегінде мынандай пікір қалдырған екен. Доспамбет өзінің ескі дәуренін садақ толы сайбез оқты бораты бата, алты құлаш ақ найзаны ұсынып шанша жауын қатқан күндерін, еділдің бойы еншайлап бейбіт тұрмыс кешкен заманына қимады дейді. Осындай пікір қалдырған екен Мұхтар Мағауиніміз. Сол заманда оқушылар Қазақ, Қырым, Ноғай елдері барлығы сол дәуірде бірге сол заманда өмір сүрген екен. Бауырлас болған екен. Сол кезде бұл Доспамбет жыраудың шығармалары барлық елге біртұтас бірдей шығармалар болып бөлінген деп ойлаймын, бірдей қаралған деп ойлаймын. Жақсы, енді оқулығымызды ашайық. Тізбектелген әдіс арқылы толғаумен танысып өтейік. Айналайын ағзар, ат салмай өтер күн қайда, еңгесі биік, боз орда, еңкемей кірер күн қайда, қара бұлан терісін, етік қылар күн қайда, күдерден бау тауып, Крепке кер күн қайда. күмбі кісен етіп, Кремді бейер күн қайда. қолға балы ақ балтан, қолға ұстар күн қайда, алды қылыш ақ найза, ұсынып шаншар күн қайда, садақ толған сәйгез оқ, Масағына өткір, басын қолға жеткіріп, созып тартар күн қайда, кет бұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда, еділдің бойын ен жайлап, шалғынына бие біз байлап, орнықта қара сабадан, боз баламен күліп ойнап, қымыз ішер күн қайда. Тамаша. Енді біз бұл жерде тақырыбы қандай, нені қозғап тұр сізге жырау? Идеясы қандай мәнерде жазып тұр? Қане, болжап айтып көрейікші. Тақырыбы қандай екен? Інжір тақырыбы, иә, Аружан? Өткен күндерді аңсау, сағынышқа толы, оны қайтып келмейтінін көріп тұр ғой біздің жыршымыз, иә? Жақсы, ал идеясында, иә, Інжір? Ерлік пен батырлық күндер қайта оралмаса да, сол кезеңнің асыл рухы ұмытылмауы тиіс. Ұмытылмауы тиістігін көрсетеді, иә? Тағы да тауса? Батырларды аңсау. Батырларды аңсау дейді, жақсы. Қандай мәнерде жазылған? Қандай мәнерде? Иә, Сағыныш пен аңсау мәнерінде. Сағыныш пен аңсаумен, яғни еркін өмірді, бейбіт өмірді қайтадан оралғысы келеді екен, иә, жырау? Бұл жерде қарасаңдар, күн қайда деп, айналайын ақ жайық дегеніміз, ол сол Доспамбет жырауымыз еркін өмірді, бейбіт заманды қайтадан сол замандарда сағынышы, мұңы, қайғысы, көңіл күйіп осы өлең жолдарына білінеді екен, иә? Еркін өмірді аңсап, қайтадан оралғысы келеді екен. Жақсы. Енді бұл жерде толғауда бізде көнерген сөздер бар, иә? Соған танысып өтейік көнерген сөздерге. Көдері жұмсартылған бұлан не бұлан терісі екен. Күреуге оқтан, найзадан қорғану үшін киетін темір сауыты. Сайгез садақ оғының бір түрі. Садақ білеміз ғой, садақ болған ол кезде, е? Соның бір түрі. Масақ садақ оғының түп жағы. Қай жағы дейді садақтың? Түп жағы, ұстайтын жері. Ал кетбұға дегеніміз, бұл кісі өте аңыз адам болған сол заманда, е? Шамамен 1150-1225 жылдарды жырау, күйші, аңыз кейіпкері, қазақтың жыршысы, сазгер, күйшісі және халықтың тарихи аңыздарының кейіпкерлерінің бірі болған. Сол заманда ол кісі жаңағы жыршы, сазгер,
kuyshi bola bilgan odamlardan biri. Bu yana bizga жылда kesik толғауда kesikdir. Bayqading, deb qo'yadi deb aytibdi. Yaxshi. Endi to'liq жұмыс sizlarga. Birinchi to'pqa topshirma. Dahra diagramma aksi arqali to'lg'ovdan ko'rganda chiqishlarni topamiz. Ya'ni toptirib topamiz. Bu yerda deskriptorimiz to'lg'ov matnining ko'rganda chiqishlarni topamiz. Topilgan ko'rganda chiqishlarning ma'nosini tushuntiradi, ya'ni matniga aksini sifatlaydi. Har ko'rgandagi chiqishlarning turi durust ajratadi. O'sha deskriptor bo'yicha жұмыс жасаймыз, Жақсы. Толғаумен қайтадан толықтай танысамыз. Келесі екінші топта оюлар әдісі арқылы толғаудан көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселенің идеясы арқылы түсіндіріп жатып, толғау мазмұнынан шегіне отырып көтерілген мәселенің ашатын үлгілерін қабылдайды. Бұл жердегі дискрипті толғаудың идеясын табады. Идея негізінде әлеуметтік қоғамдық мәселені сипаттайды. Мәселені ашатын нақты үлгілер толғаудан табасыздар. Мына жерде өсімділер берілген, Ол жерде екі мәселенің тақырыбын табасыңдар, мысалын табасыңдар, идеясын табасыңдар. Бәрі толықтай айтыңдар, Сіздерге берілген уақыт 10 минут. Толғауды тағы толықтырып оқып шығыңдар, Толғаумен салыстырасыңдар. Қарай. Мұқият оқыңдар, ешқандай троптырлар қалқамыз,
Akırım. Birinchi to'p bo'ldi. Ikkinchi to'p bo'ldimi? Senga desmet qo'ymadim. Kerak birinchi to'p. Ya misol keltirish. Bo'ldi. Da, ikkinchi to'p to'liqday tinglab o'tiramiz. Доспамбет жыраудың айналайын ақжайық толғауындағы көркемдегіш құралдарына мән бере кететін болсақ, теңеу, риторикалық сұрақ, аллитерация, асананс, эпитет жатады. Осылардың біреуіне тоқтала кететін болсақ, эпитет дегеніміз заттың, құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын бейнелі түрде айқындайтын сөз. Айналайын ақжайықтың ішіне мысал келтіре кететін болса, еңсесі биік бозорда, қара бұлан терісін, толғамалы ақбалта, алты құлаш ақ найза, орнықты қара сабадан. Осы жолдарда эпитет сөздері бар. Еңсесі биік бозорда, боз, ол түсін нақтылап тұр. Қара бұлан терісін, құндылықтың белгісін білдіреді. Толғамалы ақбалта, тазалық пен адалдықтың қасиеті. Алты құлаш ақ найзаның түсін нақтылап тұр. Орнықты қара сабада, қасиетті көненің көзі. Өте жақсы. Ал асанасқа келетін болсақ, асанас ол дауысты дыбыстарын білдіретін сөзі. Мысалға, айналайын ақжайық, ат салмай өтер күн қайда, еңсесі биік бозорда еңкеймей кірер күн қайда. Бұл өлең жолдарында е дауысты дыбыстар қайталанып тұр. Е дауысты дыбыстардың қайталануы арқылы жасалып тұрған, е? Дауыссыз дыбыстардың қайталануы аллитерация деп атаймыз. Бұл толғауда күдерді Қандай дыбыстар деді? Дауыссыз ба? дауыссыз дыбыстардың қайталануын аллитерация деп атаймыз. Бұл толғауда күдерден бау талғап күрекке келер күн қайда. Күмбір кісен етіп күзге мінер күн қайда. Толғамалы ақ балта толғап ұстар күн қайда. Кет бұғыдай билерден кеме сұрар күн қайда. Бұл дауыссыз дыбыстар Бұл өлең жолдарында дауыссыз дыбыстар қайталанып тұр. Қай дауыссыз дыбыстар қайталанып тұр? К, Т дауыссыз дыбыстары қайталанып тұр. Жақсы. Келесі. Риторикалық сұраққа келетін болсақ, лепті сөйлеу, шешімдік тәсілге жататын ашықты сөз тіркесі. Ойды әсерлі ету үшін жауабы айқын нәрсені әсерлі леппен сұрау түрінде айту. Мен осы риторикалық сұрақты толғауда таптым. Оларға тоқтала келетін болсақ, ат салмай өтер күн қайда, еңкеймей кірер күн қайда, еңсер қылар күн қайда, күрекке келер күн қайда, күліңді мінер күн қайда, толғап ұстар күн қайда, ұшынып шаншар күн қайда, созып тартар күн қайда, кеңес сұрар күн қайда, қымыз ішер күн қайда деген сөздер риторикалық сұраққа жатады. Бұл сұрақтар жауап күтпейді, ой салу, толғандыру мақсатында айтылған сөздер. Өте жақсы. Ал енді толғауға келетін болсақ, толғау заттың, құбылыстың ерекше белгілерін, сапасын көрсетпей, оны басқа затпен, құбылыспен суреттеу. Теңеу дай-дей, тай-дей жинақтар арқылы жасалынады. Мысал, кет бұғыдай билерден. Бұл өлең жолында кет бұғыдай сөзі теңеу. Себебі кет бұғыдай сөзінде дай жинағы бар. Яғни кет бұғыдай болып көргенімізден болды, е? Жақсы, өте тамаша. Яғни дескрипторға мән беріп қараңдаршы. Сендер қандай мен дескриптор бойынша қандай жұмысты атқарыңдар. Толғау мәтіннен көркемдегіш құралдар таптық па? Табылған көркемдегіш құралдардың мағынасын түсіндіре және мәтіннің әсерін сипаттай алдық па? Жақсы. Әр көркемдегіш құралдардың түрін дұрыс ажыраттық па? Жақсы. Енді осы дескриптор бойынша отырып өздерінің оқытарымен бағаланасыңдар, е? Екі ұпайдан. Жақсы, келесі топ. Бірінші, идеясын сатмайдасың, е? Біз Доспамбет жыраудың айналайын ақжайық толғауында
мысал ойлап таптық. Біріншісі, бес қарулы батырлар. Екіншісі, орамас өткен күн. Бес қарулылар, Бес қарулы батырлардың идеясын айта кетсек, қазақ жұртына қалқан болған батырларды әрекетін, олардың асқақ рухты болмысын, қалың елдің қамын үшін бес қаруын бойынан тастамай жүретін батыр елдердің бейнесін толғайды. Жақсы. Жаңа біз айтып өттік, толғауда жұртының есін қалқан болған батырлардың не істеді? Әрекеті, олардың асқақ рухты болмысын суреттеді, толғауды есімізге түсірсек. Қалың елдің қамы үшін бес қаруын не істеді? Бойынан тастамай жүреді. қалмай, талмай бірге батыр ерлердің бейнесін толық қанды толғауда көрсетті. Жақсы, келесі. Ендігі кезекте орамас өткен күннің идеясы. Толғауда қырым малын қазақ жұртының іргесі бүтін ешкімге бас имейтін ел болып отырған заманда аңсау сырыны байқалады. Жырау ол заманды естиді, қайтып Ол заманда қайта келмесе бақытты өмір ретінде сүйретеді. Толғада бағана көріп қоя, ол өмірді бізде жырау аңсайды, қайта өзіне айналып келмейтіні жақсы білгенін суреттеді. Жақсы. Енді осы екі мәселеге қандай мысал келтірдіңдер толғауда? Біз осындай мысал келтірдік. Қара бұлан толғаудан екі мысал келтірдік. Біріншісі бес қарулы батырлар, екіншісі орамас өткен күн. Бес қарулы батырларды айта кетсек, қара бұлан тегісін, етік бұлар күн қайда. Күдер дем бауталы, күреуге киер күн қайда. Күмбір кісінетіп, күрелі мінер күн қайда. Толға малы ақ балта, толға тұстар күн қайда. Алты құлаш ақ найза, ұсынып шаншар күн қайда. Садақ толған сәйгедоқ, масағынан өткеріп, басын қолға жеткеріп, созып тартар күн қайда. Бұл жерде Бекежан бес қарулы батырлар туралы қандай не түсініп тұрсың, айтшы? Қайсы өлең жолдары ашып тұр ма бұл үшеуінде? Иә, Толықтай ашты. ашып тұр, садақ деген сөз келтіріп тұр, жақсы. Арбай. Орамас өткен күн. Айналайын ақ жайын. Ат салмай өтер күн қайда, еңсесі биік бозорда еңкейе кірер күн қайда. Еділдің бойын ен жайлап, шалқынғап, бие біз байлап. Орындықты қара сабадан бозбаламен күліп ойнап, қымыз ішер күн қайда. Бұл жерде өткен күндердің орамас бейнесі толықтай не істеп тұр? Ашылып, мағынасы көрсетіліп тұр, өте жақсы. Енді дискрипторға мән беріп қарайық. Біз не істедік? Толғаудың идеясын таптық па? Иә, таптық идеясын. Идея негізінде әлеуметтік қоғамдық мәселені сипаттадық па? Иә. Жақсы сипаттадық. Мәселені ашатын нақты үзінділер толғаудан таптық па? Иә, таптық. Өте жақсы таптық. Енді осы дискриптор бойынша өздерінің оқытарымен отырып бағаланамыз. Шаршап қалдық па? Кішкене дем алып алайық, денемізді қыздырып алайық. Өзіміздің қазағымыздың ұлттық биі қара жорғамен. Қолымызда барлығымыз не аламыз? Асықты аламыз. Өте жақсы. Дайындалайық,
жұп тапсырма. Жұптаса қалайық. Бір-бірімізбен Әкежан Айбегі, Мақсат Мойдагөз, Ислам Аружан, Семер Шөйлермен, Димаш Айша Әкежан. Сендерге тапсырма. Талдау торы әдісі арқылы толғаудағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін, сипатын жазасыңдар. Не? Ашыққа бер жеңдерге. Жетті ме? Жетті, е? Екінші топта тапсырма. Вен диаграммасы арқылы жырау толғауындағы ақ жайық пен қазіргі жайық өзенін салыстырасыңдар. Бұндағы дескрипторымыз қазіргі ақ жайық өзенінің экологиялық әлеуметтік жағдайын сипаттайсыңдар. Одан екі кезеңді нақты дәлелдеме салыстырасыңдар. Бірінші топ дескрипторын қазіргі заман мен толғаудағы ақ жайықтың несін қараймызда, олардың ортақ қасиетін несеміз жазамыз. Иә, бұған бізде 3 минут уақыт береді, иә? 5 минут уақыт береді. 5 минут уақыт. Суреттеген жердің бәрін ортақ қасиетін көрсетеміз, иә? Тосамыз, иә, бірінші топта. Бірінші топ аяқтағанда. Толғауындағы Ақжайық елдің бірлігі мен ерлігінің еркін өмірдің символы. Қазіргі замандағы Ақжайық экологиялық дағдарысқа ұшыраған суы тартылып ластанып бара жатқан нысан. Ортақ қасиет. Жайық қазақ халқының тарихы мен ерлік дәуірімен байланысып жатқан өзен. Өте жақсы, ерлік дәуірімен байланысып жатқан өзен. Бірі кім қандай келтірді мысалға? Толғаудағы Ақжайық елдің бірлігі мен ерлігінің еркін өмірдің символы. Қазіргі замандағы Ақжайық. Қазіргі Ақжайық адамзаттың табиғатты қорғаудағы жауапкершілігін еске салатын ескерту істеген. Ұқсастығы. Екі кезеңде де жайық табиғаты әсем суы мол, жағасы шалланған өзен ретінде сипаттаған.
Жайықтың сұлулығы мен байлығы халықтың тіршілігімен тығыз байланысты. Тамаша. Ал заманда өзен кеңінде қуатты халықтың өміріне рухының ең біте қанасқан мекен ретінде сөретіледі. Ал қазіргі Жайық өзені экологиялық дамыған шаңқар. Ал ұқсастығы Дастанбек үш ақ жайлығы сағыныштың нега деген сүйіспеншіліктің нышанынан болса, қазіргі адамдар үшін де жайылып туған өлкенің қымбат бір бөлшегі ұлттық мақтаныш. Қазіргі замандағы Ақжайық өзенінің адам өміріне тигізетін пайдасы мен мәні әлі де жоғары. Ертеде де қазіргі заманда жайық халқы өз малдарын шығару кезеңінде құтты жайылған. Қазіргі қасиеті. Ортақ қасиеті де. Ортақ қасиеті. Жайық өзені экология дағдары ұшырған суы тартылып жатқан табиғи нысаннан Дағы ортақ қасиет емес, сен қазіргі жайыққа жазғансың ғой деймін, иә? Бұл ортақ қасиет емес екен. Жақсы, қарайық, дескрипторға қарайық. Қазіргі жайық өзенінің экологиялық әлеуметтік жағдайын сипаттадық па? Жақсы сипаттадық. Екі кезеңді нақты дәлелдермен салыстырдық па? Жақсы салыстырдық. Енді дескриптор бойынша өзіміз не істейміз? Баға салаймыз 2 балдық жүйемен. Келесі. Сендерде толғаудағы табиғат көрінісі, оқиға орны және кейіпкерлер бейнесі, иә? Жақсы, Акижандары, иә? Толғаудағы табиғат көрінісі. Еділдің бойын енжайлап, шалғынына бие біз байлап, орнақты қара сабадан бозбаламен күліп ойнап, қымыз үшер күн қайда. Жақсы, иә? Аха. Осыған қосасыңдар, иә? Жақсы. Дастанбек жыраудың осы толғауындағы табиғат көрінісін туған жердің кемерде көркем даласынан өзінің жағасында шеген шалғанды қымыз шеген дауыс шығарайық, иә? тұрған көз алдына елестетеді. Көз алдына елестетеді екен ол заманды, иә? Жақсы. Еділдің жағасында жайқалған көк шалғында бие байланып, бозбалалармен күліп ойнап, қара сабадан қымыз ішкен бейбіт өмір суретте жанында баурайды. Бұл көрініс жай ғана табиғат суреті емес, еркіндік пен бірліктің берекелі тірліктің символы. Жақсы. Келесі оқиға орны қай жерде екен, кәне? Дастанбек жыраудың айналайын Ақжайық толғауындағы оқиға орны Жайық өзені бойы мен Еділдің кең даласы, яғни табиғатты көркем мал жайылымына қолайлы далалы шалғынды өлкелер. Бұл жерлер жыраудың өткен өмірінің куәсі, батырлық пен еркіндік, салтанат құрған жыраудың аңсаған бейбіт заманын еске түсіретін қасиетті мекен ретінде сипатталады. Жақсы. Келесі кейіпкерлер бейнесі қандай бар екен? Уникал кейіпкер жыраудың өзі. Өткен күндерді, батырлық дәуірді сағынған, жүрегінде туған жерге деген шексіз сүйіспеншілік, ерлікке деген іңкәрлік бар тұлға. Батыр көшбасшысы ел тағдырына бей-жай қарамайтын рухы биік азамат бейнесінде көрінеді. Ел мен жер үшін күрескен, ерлікті өмірінің мәні еткен тұлға. Кет бұғадай би, ақылды, кемеңгер билердің өкілі, кеңесшісі, әділ шешім айтатын тұлға ретінде сипатталады. Халықтың бірлігін, елдің тұтастығын сақтаған парасат иесі. Өте жақсы. Бұл топта сендер толғаудағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкерлер бейнесін толықтай талдадыңдар. Дескрипторға қарайық. Бірінші топтікі, иә, Перзат? Шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жаздық па? Жаздық. Кестені толтырдық. Енді осы дескриптор бойынша 2 балдық жүйеде өзімізді бағалаймыз. Жақсы балалар, біз бүгін қандай тақырыпты өттік? Қандай тақырыпты өттік? Оспанбек бүгінгі сабақта алған білімімізді артқан тартыс ойынымен қорытындылап алайық. Бірінші топ, екінші топқа да төрт сұрақтан берілген. Егер де нақты жауап бере алмай жатса, бірінші топ, екінші топ жауап беруге рұқсат. Бал сендерге жүреді. Жақсы. Бірінші топтан бастайық. Ақжайық тобынан айналайын Ақжайық толғауы не туралы? Бар ма жауап, Айша? Жырау бұрынғы батырлық заманда еркін өмірді сағынады.
еркін өмірді сағынатын тексер екен. Жырау бұрынғы батыр заманда еркін өмір сағынатын. Дұрыс, 1 ұпай. Екінші топқа сұрақ. Бұл ортаға айналайын ақжайық толғау бізге нені үйретті? Кәне, кім Еркежан? Бізге бұрынғы еркін бейбіт ой. Иә, үнжу қос жүресің. Елді жерді сүюді, батырларды құрметтеуді үйретті. Жақсы, көрейік, тексер. Елді жерді сүйді, батырларды құрметтеуді. Жақсы, 1 ұпай. Келесі сұрақ. Жырау толғауда нені сағынады? Иә, Аружан? Бұрынғы еркін бейбіт күндерді сағынады. Өте жақсы. Кел 1 ұпайы. Келесі. Кел бұғадай билер дегенді жырау кімді айтып тұр? Кімді айтып тұр? Иә, мына жақта жауап бар ма? Жоқ сияқты. Иә, Ислам? Бұрынғы ақылды дана билерді айтып тұр. Иә, тексеріп көрейік. Ақылды әділ билерді бұрынғы дана адамдарға айтып жүр екен, иә? Ақжайыққа 1 ұпай кетеді. Доспанбек жырау нені аңсайды? Нені аңсайды? Иә? Каусар? Бұрынғы батырлықты, бостандықты. Дұрыс па? Еркін бар па? Еркін? Батырлар еркін бейбіт өмірді аңсайды. Еркін бейбіт өмірді аңсайды. Жақсы, иә? Дұрыс, иә? Қосты екі топқа да ұпай жүр, иә? Доспанбек жырау ақжайықты неге ерекше айтады? Неге ерекше айтады? Димаш? Ақжайық жырау туған жері, ол үшін қымбат қасиетті өзен. Көрсеткен жауабы. Ақжайық жырау туған жері, ол үшін қымбат қасиетті өзен. Тамаша. Келесі, бірінші топ жеңді. Тамаша, өз-өзімізді атақтап қояйық, иә? Жақсы, тамаша. Енді бүгінгі сабағымызды мен мынандай сөзбен қорытындылағым келіп тұр. Ең алдымен әдебиет сабағы, ой сабағы, ойлану сабағы. Яғни бүгінгі біздің сабағымызда не болды? Ойландық та, осындай жолдармен жұмыс жасадық, технологиямен. Бүгін біз Доспанбет жыраудың 15 ғасырда өмір сүргенін білдік. Өзінің елге, жерге деген сағынышын, сүйіспеншілігін, арманын, назын аңсағанын білдік. Еркін өмірді аңсағанын бәрін білдік. Сол заманға қайта оралғысы келгенін толықтай бәрін талдап өттік. Жақсы. Енді сендерден бүгінгі сабаққа кері байланыс. Алдарында сендердің оқытар жатыр, соған міне оқытар жатыр. Соған атымызды жазамыз да шаңырақтарға келіп қаламыз. Барлығын түсіндім. Біраз сұрақтарым бар. Түсінбедім. Осындай болғанда біз кел сала дейік, оқытарымыз ат жөніміз басып. Жылдам салу керек. Саламыз. Жақсы. Жақсы. Енді бүгінгі бағалау өтек. Әркім өзіміздің жаңа шаңыраққа бағалау салады. Еркежан өзіне 8 ұпай жасап отырсын. Жақсы сабаққа қатысты. Толықтай келсем саламыз шаңыраққа. Айша өзің 9 ұпайға бағалап отыр. Мен саған қосып 10 ұпай деймін. Бүгін өте тамаша қатыстың сабаққа. Димаш саған 10 ұпай. Жақсы бағалап отырсын. Нешеге бағаладық, Ислам? Аружан 9. Өте жақсы. Ислам? 9. Мына жаққа саламыз, 9-10 деген ұпайларға. Кім Ботагөз өзіңді 9-ға бағалап отырсын, бірақ көпте ашылған жоқсыз, 8 ұпайға толықтай. Мақсат өте көп өзің бағалап қойдың, 8 ұпай. Айбибі өзің нақты бағалап отыр екен, 7 ұпай дейді. Әкежан, нешеге бағаладың? Сен өте жақсы қатысып отырсың, сабаққа мен 10 ұпай қояр едім. 9 өтті. Жақсы, мына топқа қалай бағаладық? Каусар өте көп бағалап қойсын, 7 ұпай. Мына жаққа тетіге саламыз, Нұрлан 8 ұпай дейді, өзі жақсы бағалап отыр екен. Тез айтып 7 ұпай жақсы. 6 ұпай дейді, аяғы өзін таза бағалап отыр екен, адал.
Ай, Сабина, да, бағалап отыр екен өзін, Алтынбай дейді. Інжу, неше қойдық? 9. Мен саған 10 қояр едім, жақсы. Еркежан? 9. Сен жақсы 10 ұпай болады. Көп бағалап отырсың, не өзі кішке 8 ұпай. Нұрланды салдық, өте жақсы, тамаша бағаландық. Енді екі тапсырма Доспамбет жыраудың айналайын ақжайық толғауын жаттап келеміз. 6-шы тапсырма бар, шығармашылық жұмыс жасайды. Бұл да толғаудан үзінді берілген, соны ары қарай өздерің аяқтап жазып келесіңдер. Жақсы, бүгінгі сабағымыз аяқталды, сау болыңдар. Рахмет, сау болыңдар.